Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді, пайдалы өріктен шырын дайындайтын боламыз. Ең алдымен өрігімізді осылай жуып тазалап алатын боламыз. Содан соң ішіндегі сүйегінен ажыратып, бөлек ыдысқа салатын боламыз өріктерімізді. Жасалу жолы өте оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыз. Толық рецепті описание бөліміне қалдырамын. Өріктеріміз дайын. Енді құмшекерімізді салатын боламыз. Содан соң суымызды құйып, газға қоятын боламыз. Осылай жарты сағаттай қайнатасыздар. Жарты сағат қайнағансын астын өшіріп, кішкене суытып алып, осылай сеткамызға салып, қасықпен қатты мұжып, суын және де өріктің қоюын шығаратын боламыз. Тек қана сыртқы қабығы қалуы қажет. Барлығын осылай сүзгіштен өткізіп шығатын боламыз. Қысқа банка ретінде жапсаңыздар болады, немесе күнделікті ішуге. Егер қысқа жауатын болсаңыздар, тағы да бір рет қайнатып, содан соң жауатын боласыздар. Дәміне қарай тағы да құмшекер қоссаңыздар болады. Егер өріктеріңіз кішкене қышқылдау болса, бізде осындай өте қою табиғи шырын шықты. Дәмі керемет болып шықты. Қою өте дәмді. Осылай банкамызға құйып, холодильникке қойып, салқындатып ішсеңіздер өте керемет. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз. Біздің шырынымыз дайын. Баршаңызға ас болсын.